Кеудешілік лимфа түйіндерінің перкуссиясы. Философов тостағаншалары симптомын анықтау. Баламен сенімді қарым-қатынас орнатады, қолын жуады, науқасты шешіндіріп, оған ыңғайлы қалып береді. Баланың қалпы жасына және анықталатын симптомға байланысты арқасымен немесе ішімен жатқызу, отыру, тұру. Философов тостағаншалары симптомын анықтайды. Бұғана асты шұңқырынан төске қарай бірінші және екінші қабырғаралықтар бойымен қатты перкуссия жүргізіледі. Плесиметр саусақты бұғана ортаңғы сызығынан төске параллель орналастырады. Екі жақтан төске қарай перкуссия жасайды. Дыбыстың тұйықталуы төс үстінде анықталса, нәтиже теріс. Егер тұйық дыбыс төске жетпей анықталатын болса, нәтиже оң. Баланы киіндіреді. Жүргізілген зерттеуді қорытындылайды. Философов тостағаншалары симптомы паратрахеалды лимфа түйіндерінің ұлғаюы, сонымен қатар кең тамыр шоғыры және айырша бездің ұлғаюы кезінде байқалады.